Құрметті жерлестер, бүгінгі мына ортаға ой бағдарламасына талқылауға шығарғалы отқан тақырыбымыз, мәселеміз мынау кешегі 2024 жылғы 1 сәуірден бастап елімізде электр энергиясының тарифтерінің көтерілу, қымбаттау жөнінде болмақ. Өздеріңізге белгілі, осы Қазақстан бойынша ең жоғарғы тариф осы Түркістан облысында және Шымкент қаласында болып отыр. Бұл жерде электр энергиясын қамтамасыз етуші мекеме Энергопоток жауапкершілігі шектеулі серіктестігі күні кеше мынау Түркістан облыстық Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасында ұйымдастыруымен осы электр энергиясының тарифтерінің көтерілу жөнінде алқалы мәжіліс болды. Сол мәжіліске осы облысымыздағы жауапты мекемелер, табиғи монополияларды реттеу департаментінің өкілдері, Энергопоток мекемесінің өкілдері, сонымен қатар кәсіпкерлердің қатысуымен алқалы мәжіліс болған тұғын. Осы жерде біраз мәселе көтерілді, біраз мәселе талқыланды. Бірақ біз сол жиыннан қорытындылағанымыз, байқағанымыз, бұл Энергопоток мекемесі тариф бағасын түсіруге ешқандай мүдделі емес екенін байқағандай болды. Қысқаша айта кетер болсақ, 2023 жылдың 1 қарашасында осы электр энергиясының тарифін 3 топ дейміз ғой. Бірінші жеке тұлғалар үшін, екінші заң тұлғалар мен кәсіпкерлер үшін, одан кейін бюджеттік мекемелер үшін 3 топқа бөліп бекітілген екен. Айтатын болсақ, жеке тұлғалардың бағасы, көтерілген бағасы былтыр где-то 18 теңге көлемінде болса, биыл 23,4 теңге орташа баға жеке тұлғалар үшін, кәсіпкерлер үшін, заң тұлғалар үшін 47,3 теңгенің жобасында бекітілген, қосымша құн салығын қосқанда. Ал бюджеттік мекемелерге 68,7 теңгенің көлемінде 1 киловаттына осы электр энергияның тарифі осы көлемде бекітілген. Екінші мәселе, кешегі осы жиында көтерілген мәселе, екінші мәселесі осы наурыз айында болу керек. Қазақстан Республикасы энергетика министрлігі осы электр энергиямен қамтамасыз етуші ұйымдар болған. ЭСО дейміз, қысқаша айтқанда ЭСОлар Қазақстан бойынша 500-ден аса осы электр энергиясымен қамтамасыз етуші ұйымдардың лицензиясын қайта шақырып, қызмет тоқтатылған болатын. Сөйтіп, әр өңірде осындай бір электр энергиясымен қамтамасыз етуші ұйымдар қалған. Біздің өңірімізде қалғаны жаңағы Энергопоток болып тұр ғой. Байқап қарасаңыздар, бірден 70% көлеміне, мынау кәсіпкерлер үшін 70% көлемінде көтеріліп отыр. Сол жөнінде өңіріміздің, облысымыздың кәсіпкерлері базынасын айтты. Енді бүгінгі мынау эфирге шығып айтқымыз келіп отқан мәселе осы қосымша мынау Қазақстан Республикасының үкіметіне, мынау Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаттарына осы өңірімізде болып жатқан проблеманы жеткізсек деген мақсат қой біздікі. Базынамыз жеткізгіміз келіп отқаны, мынау бірінші кезекте Қазақстан Республикасы энергетика министрлігіне болмақ. Себебі ол осы электр энергиясымен қамтамасыз етуші 500-ден ұйымды жапты. Лицензиясын отзыв жасады, қайтарды. Сол кезде мен шын мәнінде өте қатты қуанған болатын тұғым. Мына ортада электр энергиясын алып сатып, пайда көріп отқан делдалдардың бәрі жойылатын болды ғой деп. Бірақ белгісіз себептермен энергетика министрі осы делдалдардың ішінен ең қымбат бағамен электр энергиясын жеткізіп беруші ұйымды қалдырып отыр. Былай айтатын болсақ, облысымызда где-то 23-28 осындай ЭСОлар болатын тұғын. Биылғы жылдың қаңтар айынан бастап барлық заң тұлғалар десек болады, толықтай осы электр энергиясымен жабдықтаушы ұйымдардың ең төменгі деңгейде қызмет көрсетуші мекемемен келісімшартқа отырған болатын тұғын. Бұның енді қуанышы ұзаққа созылмады ғой, 2 ай істемеді, олар жауып тастады.
неге мынау энергетика министрлігі осы электр энергия мен эсолардың ішіндегі ең қымбат тарифпен электр энергиясын жеткізетін ұйымды қалдырып қалғандарын жауып тастап отыр. Бұраза халықтың да, кәсіпкерлердің де, заң тұлғалардың да осы сұрап атқан ең үлкен өкпесі осы. Екінші мәселе, қазір жаппай көктемгі дала жұмыстары басталды. Біздің өңірімізде оны бүкіл өткенде үлкен жиында мемлекет басшысының өзі де айтып кетті, Түркістан облысындағы судың тапшылығы жөнінде. Біздегі мынау егістіктің көптеген егістік алқаптары мынау тік дренажды құдықтар дейді, артизандар дейді. Сол артизандармен суарылады. Бұл былтырғы жылы мысалы осы бір артизанның бір маусым дейміз ғой, егістік маусымына 500 мың мен 700 мың арасында электр энергиясына қаражат төлейтін еді. Шаруалар. Бұл енді 8-10 гектардың көлеміндегі мәселе ғой. Бір артизанның суару қуаттылығы ең көп болғанда 10 гектарға жетеді. Орташа 8-10 гектардың арасында бір артизанмен суарады. Осы бір артизанға электр энергиясының шығыны 500-700 мың болып отырған болса, енді биылғы жылы енді бұл 1 миллион мен 1 миллион 200 теңгенің көлеміне көтерілейін деп жатыр. Бұл жерде де мысалы ертең шаруаларға өте үлкен қиындықтар туындайды. Өздері мынау кредиттер алып, несиелер алып, тырбыңдап 5-6 ай осы далада жүріп өнім жасап жүрген шаруаларға өте қиындық туындатып отыр. Сондай-ақ бұл ертең ол шаруалардың өндірген өнімінің құнына да үлкен әсерін тигізетін сөзсіз. Сол үшін бұл жерде шұғыл түрде шешім қабылдап, мынау электр энергиясының тарифін қайта қарамаса, жалпы үлкен проблема болып тұр да бүкіл. Өйткені бұл электр энергиясы бүкіл Қазақстанның халқын қамтиды ғой. Енді электр энергиясыз ешқандай сала жұмыс жасай алмайды. Құрметті үкімет басшысы Бектенов Олжас мырза, құрметті Қазақстан Республикасы парламент депутаттары, бүкіл Түркістан халқының, бүкіл Түркістан өңірінің кәсіпкерлерінің базынасы, сіздерден сұрап отқан, жәрдем сұрап отқан базынасы мынау электр энергиясын төмендетуге ықпал жасаса, сондай-ақ осыны мына халыққа қолайлы тарифке бекітуге ықпал жасауды сұранып отыр. Сіздерге көп рахмет.